Біз бұл жаттығуды 3 рет терең тыныс алудан бастаймыз. Ыңғайланып отырып алыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Терең тыныс алыңыз және дем шығарған кезде денеңізді толығымен босатыңыз. Денеңіздегі барлық қарысу мен тырысулардан арылыңыз. Екінші рет терең дем алыңыз. Дем шығарған кезде мазалайтын ойыңызды босатыңыз. Ойыңыз арқылы сабырлы және байсалды денелер көзіңіздің алдына келсін. Барлық сезім мүшелерін қосыңыз. Сол жерде жүргендей елестетіңіз. Тағы бір терең тыныс алыңыз. Және дем шығарған кезде қаншалықты босаңсығаныңызды сезініңіз. Денеңізді толығымен босату сезімі өте керемет. Бұл өте сау күй. Сізге тереңірек сана деңгейіне өтуге көмектесу үшін мен 10-нан 1-ге дейін кері санаймын. Сандар азайған сайын сіз өзіңіздің санаңызға тереңірек үңіліп бара жатқаныңызды және сананың тереңірек және сау деңгейіне енгеніңізді сезінесіз. 10, 9, тереңірек. 8, 7, 6, тереңірек. Және әрі қарай еніп бара жатқаныңызды сезініңіз. 5, 4, 3. Санаңызға әрі қарай еніңіз. 2, 1. Сіз қазір сананың терең және сау деңгейіндесіз. Бұрынғыдан тереңірек. Жаттығу барысында баяу, терең және ырғақты тыныс алуды жалғастырыңыз. Енді салмақты басқару техникасын бағдарламалауға дайынбыз. Ойша экранда нақты қазіргі өз бейнеңіздің кадрын жасаңыз және жобалаңыз. Сіздің психикалық экраныңыз сізден алыс емес жерде, көзіңізден көлденең деңгейінде сәл жоғары жерде орналасқан. Қазіргі уақыт рамкасына өзіңіздің осы кездегі салмақ пен пішіндегі егжей-тегжейлі кескініңізді суреттеп салыңыз. Бұл суретті бірнеше минут қарап шығыңыз.
салмақ мәселесіне ықпал еткен себептер туралы ойланыңыз. Бұл себептер физиологиялық, социологиялық немесе эмоционалдық сипатта болуы мүмкін. Өзіңізді таразыда тұрып, қазіргі салмағыңызға қарап отырғаныңызды елестетіңіз. Салмағыңызға ықпал ететін тағамдарды елестетіңіз. Және сол өнімдердің әрқайсысына үлкен қызыл бояумен бас тарту белгісінің суретін салыңыз. Енді осы тағамдардың әрқайсысын бір-бірден елестетіп, және олардың кішірейіп, одан әрі алыстап бара жатқанын, олар толығымен жойылып кеткенше елестетіңіз. Салмақ мәселесін толық зерттегеннен кейін, қазіргі уақыт рамкасының жанынан басқа кадрды, болашақ рамкасын жасаңыз. Ол рамкаға өз салмағыңыз бен қалаған денеңіздің болашақ бейнесін проекциялаңыз. Сіз киетін киімнің өлшемін елестетіп көріңіз. Сіз мұны елестетіп жатқанда, қазіргі уақыт рамкасы толығымен жоғалып, өшіп кеткенін елестетіңіз. Ал экранда болашақтың рамкасы ғана қалады. Болашақтың рамасына сіздің бүкіл ой экраныңыздың өрісін толтыруға рұқсат беріңіз. Енді таразыда тұрып, жаңа салмағыңызға қарап тұрғаныңызды елестетіңіз. Сіздің осы жаңа идеалды бейнеңізде сіздің денсаулығыңыз керемет. Бақыт, сіздің өміріңіз барлық түрдегі махаббатқа толы.
Байлықтың барлық түрі сіздің өміріңізде. Сізде уақыт, ақша, махаббат бар. Өзіңізді өмірдің барлық салаларында толығымен табысты деп елестетіңіз. Және оны бейнеңізге енгізіп, идеалды тұлғаңызды іске асырыңыз. Сіз дұрыс шешім және дұрыс пайымдаулар қабылдайсыз. Енді болашақ рамасына жаңа кескініңізді енгізіңіз және онымен толықтай қосылыңыз. Онымен бір болыңыз. Жаңа салмағыңызды сондай сияқты толық сезініңіз. Сіз өзіңіз туралы не ойлайсыз? Жаңа салмақ пен өлшемде өзіңізді қалай сезінесіз? Жаңа салмағыңыз бен өлшеміңізде қазір қандай жаңа тағамды ұнатасыз? Басқа адамдар сізге қарап не дейді? Олардың кейбір сөздерін тыңдаңыз. Жаңа салмақ пен өлшемде болу керемет сезім. Енді уақыт өлшемінде болашағыңызға әрі қарай жылжып бара жатқаныңызды елестетіңіз. Идеалды салмақ пен өлшемге жеткенше және салмақ проблемасынан толық арылыңыз. Сіз идеалды салмаққа жеткенде өзіңізді қалай сезінетініңізді елестетіп көріңіз. Сіздің идеалды фигураңыз туралы басқалар не дейді? Мінсіз салмақпен бірге денсаулықты қалай нұрландырғаныңызды елестетіңіз. Толық сау болу және идеалды салмақта болу тамаша жетістік. Және бұл керемет сезім. Сіздің денеңіз, миыңыз және ақыл ойыңызға осы тәжірибені есте сақтауға рұқсат беріңіз. Осы сезімдерді есте сақтаңыз. Бұл сезімді қажет кезде есіңізге алыңыз. Егер сіз өзіңізді
осал сезінетін болсаңыз, жай ғана көзіңізді жұмып терең тыныс алыңыз және идеалды салмақ пен өлшемде болу қандай болатынын есте сақтаңыз. Кескінді болашақ рамада есте сақтаңыз. Енді сіз өз салмағыңыз туралы ойлаған кезде өзіңізді тек идеалды салмақта, өлшемде және идеалды денсаулықта ғана елестетіңіз. Баяу және ырғақты тыныс алуды жалғастырыңыз. Босаңсыңыз. Баяу санаңызды дәл қазір тұрған жерге қайтарыңыз. Көзіңізді жабық ұстаңыз. Сіз сананың осы деңгейлерінде әрекет еткен сайын сіздің ойларыңызды, сенімдеріңізді және өміріңізді басқару қабілетіңіз артады. Сіз өзіңізге сенімді және жігерлі бола бастадыңыз. Сіз өзіңіздің өміріңізді жақсарту үшін ақыл ойыңыздың потенциалын көбірек түсінесіз. Сіз өзіңіздің өміріңіз үшін және өміріңіз немен толықтырылатынына жауапты екеніңізді жақсы білесіз. Бір сәтте мен 1-ден 3-ке дейін санаймын. 3 дегенде көзіңізді ашасыз. Өзіңізді көңілді, жақсы сезінесіз. Денсаулық бұрынғыға қарағанда жақсырақ, керемет болады. 1, 2, біз ақырындап шығамыз. 3, көзіңіз ашық, сіз өзіңізді жақсы және көңілді сезінесіз. Денсаулығыңыз бұрынғыға қарағанда жақсырақ, өте тамаша.